қоғам тұтынуға қатысушылар, қоғам тұтынуға қош келдіңіздер. Бүгін кезекте қоғам тұтынуда теміржол жөніндегі жауапкершілігі серіктестігінің Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында Маңғыстау Бейнеу теміржол учаскесінде қабылдау жөнделу жолдарының құрылысын салу үшін номер 1 топырақ қорына құм және саз жыныстарды өндіруге арналған тау-кен жобасы талқылауға шақырылды. Қоғам тұтынуда Қазақстан Республикасы экология кодексінің 73 бабында және Қазақстан Республикасы экология, геологиялық және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 76 қоғам тұтыну қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғам тұтынудың төрағасы ретінде мен Бейнеу ауылы әкімінің аппаратынан құжаттар бөлімінің басшысы Қалдыбаев Айдос, хатшысы ретінде Ақтау геоэкосервис жауапкершілігі серіктестігінің директоры Жұмағұлов Асқар Ахатовичтің кандидатуралары ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ болды. Онда қоғам тұтынуды ашық деп жариялаймыз. Аталған азаматтарға қоғам тұтыну жұмысына кірісуге рұқсат. Бұл қоғам тұтыну мақсаты тапсырыс беруші теміржол жөніндегі жауапкершілігі серіктестігінің Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында Маңғыстау Бейнеу теміржол учаскесінде қабылдау жөнделу жолдарының құрылысын салу үшін номер 1 топырақ қорынан құм және саз жыныстарды өндіруге арналған тау-кен жобасын қоғамға таныстыру және хабарландыру орталық жобаны жасақтаған Ақтау геоэкосервис жауапкершілігі серіктестігі. Баяндама жасауға 10 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан беріліп, келісесіздер осылай мүмкін. Қоғам тұтынудаудың күн тәртібі және экран браузер бекітіліп, ұсыныс сұрақтарыңыз болса негізгі баяндамашының тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшейік. Күн тәртібі мәселесі бойынша сөз Асқар мырза сізге беріледі. Үлкен рахмет. Бүгін сіздердің құрметті ауыл тұрғындары ассалаумағалейкум дейміз. Сіздердің құзыреттеріңізге теміржол жөндеу мекемесінің тапсырысы бойынша Ақтау геоэкосервис мекемесінің орындауымен сіздердің құзыреттеріңізге тау-кен жобасы келіп тұр. Бұл яғни құм және саздақ саз жыныстарды көрдіңіз, геология классификация бойынша сол саздақтарды өндіруге арналған тау-кен жобасы. Бұл шикізат ретінде пайдаланылып, Маңғыстау Бейнеу теміржол учаскесіндегі қабылдау және жөнелту станцияларын салуға арналған осындай топырақ қорлары. Бұл жерде енді бұл істер құзыретті органнан рұқсат қағаздарын осы жылдың басында алған болатын. Содан бері геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде негізі жалпы осы Маңғыстау Бейнеу жолында негізі 8 карьера қарастырылған, соның ғана алғашқы карьерлердің бірі. Бұл осы 26 жылы июль айында Қазақстан Республикасында елімізде жүріп отырған жүріс бойынша министрліктің жанынан құрылған Понин деген үлкен бір ассоциация бар. Бұл жер қойнауын пайдаланушылардың ассоциациясынан құрылған ғылыми үлкен мамандардан жинақталған сол ассоциация. Сол ассоциацияға біз есептерімізді, геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелерін береміз. Сол арқылы кісілер қорытынды қағаздарын береді. Яғни бұрынғыша айтатын болсақ, геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесі хаттамасы бұрын мысалға Запказнетер деген мекеме берген болса, қазір сол Понин деген мекемеден аламыз. Понин деген сол министрліктің жанынан ашылған ассоциация деп отырмыз. Бұл жерде геологиялық жұмыстар жасалғанға дейін разрешение барлау жұмыстарына қажетті құжаттар құзыретті органнан алғаннан кейін экологиялық сараптамадан не болмаса Маңғыстау облысындағы тексеру органдарының бәрінен өтіп, сол құжаттарды жүктегеннен кейін біз геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл негізі осы жолды салуға қажетті деп есептелінген 10-1 гектар жер, сол 10-1 гектар жерге геологиялық барлау жұмыстарын жүргізді. Осы жерге дала жұмыстарының өзі, сол геологиялық барлау жұмыстарының өзі, сол құзыретті органнан рұқсат қағазын алғаннан кейін, сол 2 айдың ішінде жұмыстар жасалынып бітті. Бұл рұқсат қағазының өзі, осы жерден құзыретті органға бұл істер тапсырыс береді, заявка тапсырылады, өтініш. Одан кейін бұл министрліктің жанында отырған территориальный органдар бар, Запказнетер мекеме бар. Сол жерлерден осыны жерді согласовать ету, ол жерде басқа да жер қойнауы пайдаланушылар бар ма, не болмаса табиғатты қорғаушылар бар ма, пайдаланушылар бар ма,
сол мәселелер жөнінде осылар тексерісінде содан департамент рұқсат қағазы берді. Рұқсат қағазы бұл департамент экология дейміз, Маңғыстау облысындағы сол экология департаментімен, сосын Ақтөбедегі Завгазиндегі мекемеден алғашқы келісім қағаз алынады. Содан кейінгі жұмыстардың бәрі сол министерство жанынан құрылған сол Кони мекемесіне өткізілген. Бұл жерде 14 скважина қазылып, 5 метрден 14 скважина қазылды, геология барлау жұмыстары, топографиялық съемка жұмыстары жүргізілді, 1-2 масштабта, және осы қазылған топырақтардан сынамалар алынып, топырақты өтеді, жерде құм мен саздақты өтеді, сол топырақтардан сынамалар алынып, бұл Ақтөбе қаласындағы үлкен геологиялық лаборатория бар, сол лабораторияға өткізіп, қажетті есепке, мысалы отчетқа геологиялық есепке қажетті материалдардың бәрін осы лабораториядан алып, ұсынуға болатынымыз қалады. Сол осы июль айында қорытынды қағазымызды алғаннан кейін бұл істер бізге